Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Мырзагулова Гүлнұр Науатбекқызы. Бүгінгі күннің тақырыбы шешендік өнердің тарихы. Сабақтың мақсаты шешендік сөздің мазмұндылығы, сөз дәлдігі, тіл тазалығы, тіл көрнекілігі жөнінде білім беру. Қазақ шешендік өнерінің негізін қалаушыларының ұлағатты сөздерінің табиғатын таныту. Қазіргі шешендіктердің сөйлеу өнеріне баулу, бос сөз сөйлеуден аулақтату, тауып сөйлеуге төсілдіру, тіл тазалығын сақтауды насихаттау. Риторика сендіре білу, яғни тыңдаушының сана сезіміне барынша әсер ету, оны еркін билеп алу, ықпал ету, иландыру. Шешендік өнер негізінде ақыл-ойға еркіндік кең жерде халықтық демократиялық қоғамдарда өсіп өркендеген. Шешендік өнер айтыс-дауларда туып дамиды, сондықтан елдің ердің тағдыры сарапқа түсетін, соғыс бітім секілді маңызды мәселелер сөз болатын, сот залдары, парламент сарайлары, сондай-ақ неғұрлым халық көп жиналатын астар мен тойларда, саяси әңгімелерде шешілген отырыстарда. Қазақ шешендік өнерін үш кезеңге бөліп қарайды. Бірінші Майқа Аяз би, яғни 10-13 ғасырда, 11-13 ғасырда Асан Қайғы Жиренше. Бұл екінші кезең. Үшінші кезең Төле би, Әйтеке, Қазыбек билер кезеңі. Ұлттық шешендік өнер. Қазақ халқында шешендік өнердің дамуы елдің саяси өмірімен байланысты. Қаз дауысты Қазыбек би. Қазыбек Келдібекұлы қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Әділдігімен, алғырлығы үшін Тәуке хан Қазыбекті орта жүздің бас биі еткен. Қазыбек Келдібекұлы халық санасында қаз дауысты Қазыбек атанды. Қазақ бірлігінің нығаюына, өзара ынтымағының дамуына зор үлес қосқан қазақ руханиятындағы ұлы тұлғалардың бірі. Күміс көмей кемеңгер бидің шешендік сөздері кейінгі ұрпаққа жарық жұлдыздай жол көрсетіп, ел жадында қырандай жатталып, қалауы бұзылмаған саф алтындай таза күйінде бүгінгі ұрпаққа жеткен. Бұқар жыраудың 10 жұмбағы. Бір дегеніңіз бірлігі кеткен ел жаман. Екі дегеніңіз егесіп өткен ер жаман. Үш дегеніңіз үш бұтақты тілдерден шошыған ат жаман. Төрт дегеніңіз төсекке шыға алмаған кәрілік жаман. Бес дегеніңіз білікті адамнан белгілі бала тумаған жаман. Алты дегеніңіз аймағын билей алмаған адам жаман. Жеті дегеніңіз жетем деген мақсатына жете алмаған жаман. Сегіз дегеніңіз серкесіз бастаған қой жаман. Тоғыз дегеніңіз толғанғаныңыз. 10 дегеніңіз өткеніңіз, о дүниеге жеткеніңіз. Балалар, үй тапсырмасы шешендік өнер тақырыбына ой толғау. Назарларыңызға рахмет.